Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен бірге тағы да мен Әселхан, және бұл Skills Academy сіздерге ұсынып отырған магистратураға дайындық курсы. Бүгін біздің екінші сабағымыз, және бүгінгі сабақта біз зат есімдер туралы сөйлесетін боламыз. Ағылшын тілінде біз зат есімдерді countable және uncountable деп бөлеміз. Демек, ол саналатын және саналмайтын зат есімдер. Оларды бір-бірінен ажырату өте оңай. Біз 1, 2, 3 деп санауға келетін заттар болса, біз оны countable деп атаймыз. Олай санауға келмейтін заттар болса, онда біз оны uncountable noun деп атайтын боламыз. Мысалы, I bought 2 bananas. 2 bananas, біз оны санай аламыз, демек banana бізде countable noun болып есептеледі. Немесе, I paid $10 for them. $10 тағы да санауға келіп тұр, демек біз dollars'ды countable nounға жатқызамыз. Енді uncountable noun туралы сөйлесейік. She won a lot of money on lottery last week. Немесе басқа мысал. She's listening to music. Music бізде саналмайды, себебі біз one music or two. She's listening to 2 musics деп айта алмаймыз. Демек, бұл uncountable noundардың қатарына жатады. Ағылшын тілінде зат есімдермен бірге determiners немесе quantifiers деп аталатын сөз таптары қолданылады. Оларға артикльдер жатады, немесе some, any деген есімдіктер жатады, немесе a few, a lot деген сөздерді жатқызуға болады оларды. Және зат есімнің countable немесе uncountable болуына байланысты олардың қолданылуы да өзгереді. Бірінші, countable nounмен қолдануға болатын quantifiers және determiners туралы сөйлесейік. Олармен біз немесе an артиклін қолдана аламыз. Мысалға, a banana, an apple, a beach, тағы басқа сөздер. Тағы да біз олармен the артиклін қолдануымызға болады. Мысалға, the banana. For example, this is the banana I bought this morning. Some немесе any есімдіктерінде қолдануға болады олармен. Бірақ some және any келген кезде біз саналатын зат есімдердің көптік түрін қолданамыз. Мысалға, some bananas, немесе some books, any books. Міндетті түрде көпше түрін қолдануымыз керек. Және де біз саналатын зат есімдермен a few немесе many сөздерін қолдануымызға болады. A few деген аз ғана деген сөз, кішкене, many деген көп деген сөз. Мысалға, do you have a few minutes, please? We need to talk. A few minutes біз бірнеше минут деп оны санап тұрмыз. Енді саналмайтын зат есімдерге келетін болсақ. Біз саналмайтын зат есімдермен немесе an артиклін қолдана алмаймыз. Бірақ біз олармен the артиклін қолдануымызға болады. Мысалға, she won a lot of money on lottery and she spent the money on charity. Біз the money деп айта аламыз. Саналмайтын зат есімдермен біз some немесе any есімдіктерінде қолдануымызға болады, бірақ саналмайтын зат есімдердің көпше түрі болмайды, сондықтан біз оған ешқандай s немесе басқа да жалғау жалғамай, сол күйінде қолданамыз. Мысалға, some money, some time, some rice, тағы басқа сөздер. Саналатын зат есімдермен a few немесе many'ді қолданамыз, ал саналмайтындармен біз a little немесе much сөздерін қолданамыз. A little аз ғана, бірнеше деген мағынада қолданылады. Much деген көп деген мағынада қолданылады. Көріп тұрсыздар ма? Мағынасы бірдей, бірақ қолданылуы әртүрлі болады. Мысалға, біз a few minutes деп айтатын болсақ, бірақ біз a little time деп айтамыз. Себебі time ол саналмайтын зат есімге жатады. Немесе many minutes или much time. Many мен much'тан басқа бізде a lot of деген сөз бар. Көп деген мағынада біз оны саналатында, саналмайтында зат есімдермен қолдана беруімізге болады. Мысалға, a lot of money немесе a lot of time. Осы сөздердің қолданылуын сөйлемнің ішінде қалай қолданылатын мысалдарын сіз осы сабақтың астындағы кестеден көрсеңіздер болады. Біз сіздерге бірнеше мысал дайындап қоямыз. Uncountable nouns, біз оларды саналмайтын зат есімдер деп айттық, бірақ біз оларды санай аламыз
тек санаған кезде біз 1-2 деген сандарды қолданбаймыз, біз басқаша сөздерді қолданып санауымызға болады. Оларды біз бұл сөздерді partitives деп атаймыз ағылшынша. Мысалға біз 1 немесе 5-6 күріш деп айтпаймыз, біз 1 табақ күріш деп айтуымызға болады. A bowl of rice. Немесе біз 1 сүт немесе 2 сүт деп айтпаймыз, біз 1 литр немесе 1 банка сүт деп айтуымызға болады. A liter of milk or a jar of milk. Бұдан да басқа a bar of chocolate or a bar of soap, a tube of toothpaste. Және тағы да басқа сөздер. Әдетте ағылшын тілінде countable және uncountable nounдар екі бөлек тізіммен көрсетіледі. Мысалға, көбінесе саналмайтын зат есімдердің қатарына біз мына сөздерді жатқызамыз. Accommodation, behavior, damage, luck, permission, traffic және осы тізімдегі басқа да сөздер. Мына жақтан көрсеңіздер болады. Демек, біз бұл зат есімдерді көпше түрде қолдана алмаймыз. Біз олармен немесе n артиклін қолдана алмаймыз. Және де біз оларды 1, 2 немесе 3 деп санай алмаймыз. Мысалға, мына тізімде бізде advice деген сөз бар. Маған кеңес берші деген кезде біз give me an advice деп айта алмаймыз. Біз give me some advice деп айтсақ болады, немесе please give me a piece of advice деп айтсақ болады. Осы сөзбен кейбір студенттер қателесуі мүмкін, себебі орыс тілінде біз кеңес деген сөз, advice деген сөзді санауымызға болады. Бірақ бұл тілдің ерекшелігіне байланысты ағылшынша ол саналмайтын зат есімдердің қатарына жатады. Бірақ осыған қарамастан біз кейбір саналмайтын зат есімдерді немесе n артиклімен қолдануымызға болады, бірақ бұл жерде оның мағынасы кішкене өзгереді. Мысалы, paper деген сөз ағылшынша ол саналмайтын зат есімдердің қатарына жатады. Демек, маған принтерге кішкене қағаз керек деп айту үшін I need some paper to print деп айтамыз, some paper деп айтамыз. Бірақ біз a paper деп те қолданамыз. Бұл жағдайда оның мағынасы газет деген сөзді білдіреді. Мысалға, I bought a paper to read. Мен оқитын газет сатып алдым. Келесі мысал, noise. Too much noise, мына жақ өте шулы деген сөз. Біз uncountable болғандықтан much-ты қолданып тұрмыз мұнда. Бірақ біз оны a noise деп те айтсақ болады. Did you hear a noise just now? A noise деген бұл жерде мағынасы өзгеріп тұр. Біз белгілі бір шу, белгілі бір дыбыс туралы сөйлесіп тұрған кезде осылай a noise деп айтсақ болады. Немесе шаш деген сөзді алайық. Шаш әдетте біз саналмайтын зат есімдердің қатарына жатқызамыз. You've got very long hair. Long hair ешқандай артиклсіз, ештеңесіз қолданып тұр, ол себебі саналмайды. Бірақ, мына мысалға қараңыздар. There's a hair in my soup. A hair. Біз бұл жерде бір тал шаш деп айтып тұрмыз. Бұл осындай мағынада біз a hair деп айтуымызға болады. Бірақ I have a long hair деп айта алмаймыз, ол қате болып есептеледі, себебі мен басымда бір тал шаш емес, одан көбірек болады. Келесі мысал. Experience. They offered me the job because I had a lot of experience. Experience бұл жерде тәжірибе деген мағынада қолданылып тұр. Енді келесі мысалға қараңыздар. I had some interesting experiences while I was traveling. Осы мысалда біз experiences деп оны көпше түрде қолданып тұрмыз. Демек, біз оны саналатын зат есім ретінде қолданып тұрмыз. Бұл жерде ол тәжірибе деген мағынада емес, жағдай деген мағынада. Демек, бірнеше қызықты жағдай болды деген мағынада қолданылып тұр. Және соңғы бір мысалға қарап өтейік. Room деген сөз, біз бөлме деген сөз ретінде жаттап үйреніп қалғанбыз. Бөлме деген мағынада қолдансақ, ол әрине саналатын зат есім болады. Мысалға, you can stay with us, there's a spare room. Бізде бос бөлме бар дейді. A spare room демек бір бос бөлме бар деп айтып тұр. Одан да бөлек, room деген сөздің тағы бір мағынасы бар, ол орын деген мағынаны білдіреді. You can't sit here, there isn't room. There isn't room, мына жақта бөлме жоқ деген сөз емес, мына жақта бос орын жоқ деген сөз. Осы мысалда біз room'ды саналмайтын зат есім ретінде қолданып тұрмыз. Сусындар туралы бір ауыз сөз айта кетейін. Біз әдетте сусындарды саналмайтын зат есімдердің қатарына жатқызамыз. Water, milk, coffee, juice, tea, тағы басқа сөздер. Бірақ контекстке байланысты
кейбір сөйлемдерде біз оларды саналатын зат есім ретінде қолдансақ болады. Демек біз олардың алдына one, two деген сөздерді қосамыз, немесе артиклін қосуымызға болады. Мысалы, 2 coffees and an orange juice, please. 2 coffees, демек 2 cups of coffee and an orange juice деген біз a glass of orange juice'ті осылай қысқартамыз, себебі контекст бойынша мағынасы түсінікті. Осындай жағдайда біз басында айтып өткен partitives деген сөздерді тастап кетіп, тек санды немесе артиклдің өзін қалдыруға болады. Бұл жағдайда бұл грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлем болады, бірақ көбінесе біз оны ауызекі сөйлеу стилінде ғана қолданамыз, жазбаша стилде біз бұлай әдетте қолданбаймыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар, достар.